Сәлем достар, менің атым Еркебұлан және бұл менің жаңа видеом. Көріп тұрғандарыңдай мен өзімнің ауылымда емеспін, бұл басқа ауыл. Мені бұл жерге шетелдер жіберді әйтеуір. Неге екенін білмеймін. Бұл жерде 3 ауыл тоқтасқан екен. Мінекей қараңдар. Міне бұл бірінші ауыл. Міне ана жерде екінші ауыл. Кейін ана жақта 3-ші ауыл. Көріп тұрғандарыңдар, бұл жердегі шетелдер ешқашан жалықпайды екен. Және мен бұл жерде бір күн тұруым керек, кейін өзімнің ауылыма қайтамын. Менің ауылымның аты 35-ші ауыл деп аталады. Мына қараңдар. Не деген үй? Екі үй бір-біріне қосылып қапты. Жарайды. Мен қайсы үйде тұрамын енді? Жарайды. Әйтеуір бір үйде тұрамын қазір. Ана ауылға барайыншы, осы ауылдың үйінде тұрамын. Мына ауыл тыныш көрініп отыр, ана ауылдан гөрі. Мінекей мен өзі осы ауылда тұрамын. Қазірше нәрселерімді жайғастырайын. Достар, мінекей нәрселерімді қойып болдым. Кейін мен креативім ада болып қалды, көріп тұрғандарыңдай. Болды, көшеге шығып бір таза ауамен демалайықшы. Мінекей сәлем шетелдер, мен туристпін. Біле қалайыншы, бір голем шықса берермін. Мына жердің кім жеймағы мұнан? Қазірше қарным аш емес, так что қояйын. Зор ауыл екен, бірақ 3 ауыл қосылған. Голем жоқ сақтығым, нерді голем қою керек, бірақ мен уже креативім ада болды. Так что мен жәрдем беремін, егер нерді зомби болса. Ай, Бобикті өзіме ала келмеппін да. Егер Бобик кім екенін білмесеңдер, менің бітті видеом бар. Кеше ма шықты, мен ит асырап алдым деген. Егер көрмеген болсаңдар, көріңдер. Міне, ай, ауырды аяғым. Кітап оқысақ деген. Жарайды, кітап оқып жібересіз. Егер кім сұраса, мен емес әйтеуір бе. Шутка, қайтарып берем кітапты. Қандай кітап бар нерде? Қызыл қалпақ, Синбад, кейін деген бауырсақ, серьезно? Кузнецаға барайықшы. Кузнецада не бар екен? Қан кузнецаға көріп кузнецаны? Нормальный, бірақ нормальный. Алмаларды көп екен, алып алайық. Ой, қайтадан тарқат. Мынауың кетіп қалды ғой. Қазір мұндай ошибкалар любойында болады деген үміттемін. Аттак шелек істеп алайыншы. Как раз шелек керек болып тұрады. Шелек. Уже түн батты ғой. Так, мінекей. Міне шелек. Бұл жердің суын алып кел деген шетелдер. Так, мен үйім қайыр деді. Үйімді тауып алайыншы. Жарайды. Мен вообще осы ауылдан едім, осы ауылда келген едім, осы ауылға. Үйді осы жерге қойған жақ дедім, есімде жоқ. Осы ма мен үйім? Жоқ, бұл емес екен мен үйім. Мен үйім қайыр деді. Тезірақ жүргіш. Таптым. Міне менің үйім. Достар, мен қазір есіме түсті, мен свет қоймаппын. Енді факелмен ұйықтауға тура келеді. Не қыламыз? Свет өшіп қалды. Мінекей.
компьютер шықласам бекен. Қанме жазат. Мыналарың түсіндірем. Менің үй бұл прокатқа алғам. Бір күнге деген. Қаны біздің ауылдағылар неме жазып жатыр. Коммент Телеграмнан қосылып алғанбыз. Давай. Не жазып жатыр мына жерде? Так, Еркебұлан кетті дейді. Оны бәрі біледі. Мынауың сұғылыспаңдар. Неме біздің жетелдер көмексің бе не? Сөйлемейтін олар. Үндемейді, кет. Бұл менікі ішпілі шұқылама. Шұқылама деймін. Кет. Мерің айтсаң да мәлі. Кетей, бәрін кет. Жарайды, значит, ертең келеді дейді мен. Мен де шашырейін, қалайсыңдар, жақсы жүрсіңдер ма деймін. Бопты мен ұйықтан шығым келді. Назаттарды сандыққа сақпайын сувенирге. Ертең әкетем. Жаман ұйқым келді бүгін. Айшын айланып жүрсем де. Бір үнекей күн шықты. Свежий воздух деген осындай болады екен ғой. Жарайды, мен бұл жерде бір күн өмір сүрдім уже. Осымен видеом бітті. Достар, егер видео ұнаған болса, лайк басыңдар. Және колокольчикпен подписаться басу естемес күтпесін.